Бұл видеоны ашқан адам жай адам емес. Себебі сізді бір нәрсе мазалайды. Мүмкін қарым-қатынастағы түсініксіз суықтық, мүмкін дұрыс адамды таңдаудағы қателіктер, мүмкін өзіңізді бағаламай қалған сәттер. Бір нәрсені айтайын, тіршілікте ең қиын соғатыны өз-өзіңді түсіну, ал ең ауыр соғатыны біреудің өзіңнен суып кетуін сезу. Бірақ бүгінгі видеода сіз тап болып жүрген жағдайлардың нақты себептерін, адамның суып кетуінің анық белгілерін және әйелдер ең жиі жасайтын қателікті шынайы, эмоциясыз, жалтақсыз айтамын. Егер сіз осы видеоны соңына дейін тыңдасаңыз, өзіңізге деген көзқарасыңыз өзгереді. Кімнің сізге лайық, кімнің лайық емес екенін анық көре бастайсыз. Бірінші, ер адамның суып кетуінің үш белгісі. Кеш болмай тұрғанда біл. Қарым-қатынаста суып кету бір күнде болмайды. Ол күнделікті ұсақ детальдардың қосындысы. Әйел байқайды, бірақ кеш байқайды. Ер адам ешқашан мен саған суыдым деп тік айтпайды. Бірақ оның әрекеті бәрін айқайлап тұрады. Міне, ең анық үш белгі. Бірінші белгі. Ол бұрынғыдай қамқор емес, тек міндет үшін сөйлейді. Ер адам әйелді сүйсе, оны қорғағысы келеді. Әңгімесі жанды, жылы, шынайы болады. Ал суып кеткенде оның сөздері қысқарады. Жақсы, өзің біл, қарайым. Бұл сөздер бейтарап, онда қызығушылық жоқ. Әйелдер көп жағдайда мұны уақытша шаршау деп ойлайды. Бірақ айырмашылық бар. Шаршаған еркек үндемейді, бірақ жылы. Суық еркек сөйлейді, бірақ сезім жоқ. Егер ол сіздің күнделікті жағдайыңызға қызықпайтын болса, бұл алғашқы дабыл. Екінші белгі. Ол сізді жоспарларына қоспайды. Ер адам сүйген әйелін болашағына бейсеналы түрде қосады. Көктемде барамыз, жазда демаламыз, келесі айда бірге істейміз. Ал суыған кезде оның жоспарында біз жоқ, тек мен. Сөздер қысқа, қарап көрем, өзім шешем, білмеймін. Ең үлкен белгі, ол сізбен уақыт өткізуді міндет деп қабылдайды. Жүрегінде қызығушылық болмаса, бірге болғысы келмейді. Үшінші белгі, ол сізге эмоция жұмсауды қойды. Ер адам эмоцияны екі нәрсеге береді. Бағалайтын адамына, өзін жегідей жеген нәрсеге. Сізді жақсы көрсе, сөйлескенде терең, адал, шынайы болады. Ал суыған кезде ол ештеңе сездірмеуге тырысады. Көңіліңіз қалса да, ренжіп қалсаңыз да, оған бәрібір сияқты көрінеді. Бір нәрсені есте сақтаңыз, суып кеткен ер адам дауыспен емес, әрекетпен үнсіз кетеді. Сол үнсіздік ең қатты айқай. Екінші, әйелдердің ең үлкен қателігі осы. Әр әйел өмірінде бір рет болса да бұл қателікті жасайды. Тіпті ең ақылды, ең әдемі, ең білімі бар әйел де. Ол қателік өзін бағаламай қою. Жоқ, бұл мен кереметпін, бәрі мені сүюге тиіс деген емес. Бұл өз қажеттілігін, өз қадірін, өз сөзін, өз шекарасын ұмытып қалу. Көп әйел қарым-қатынаста мынадай күйге түседі. Бірінші, оны жоғалту үшін өзімді жоғалтып аламын. Ол кетіп қалмасын деп, ол ренжімесін деп, оның көңілі қалмасын деп. Барынша жұмсақ, барынша ыңғайлы, барынша үндемейтін әйелге айналады. Бірақ шындық мынаған саяды. Ер адам ең көп жоғалтып алатын әйел, өзін жоғалтпайтын әйел. Екінші, ол өзгерсе бәрі жақсы болады. Жоқ, адам өзгермейді. Ер адам сізді бағаламаса, біреу үшін өзгереді, бірақ сіз үшін емес. Адам тек өз қалауымен өзгереді. Әр әйел бір сәтте ұғынады. Ең көп өзгертуге тырысқан адам өзі өзгеруі керек адам болып шығады. Үшінші, ер адамды өзімнен жақсы қылып жасай аламын. Әйелдің жүрегі ең мықты. Ол толықтай сүйсе, ер адамды көтеріп тастайды. Бірақ ақымақ еркек мұны қадірлемейді. Ақылды еркек қадірлейді. Әйелдердің ең үлкен қателігі. Өзін таңдамаған еркек үшін күресу. Нәтиже әрқашан бір. Шаршау, ренжу, өзіне өкпе, уақыт жоғалту. Төртінші, мен жақсы болсам, ол да жақсы болады. Жоқ, сіз 1000 рет жақсы болыңыз.
Егер ол сіздің жақсылығыңызды сезінетін адам болмаса, ештеңе өзгермейді. Әйелдің жақсылығы тек дұрыс еркектің қолында гүлдейді. Дұрыс емес еркектің қолында ол солып қалады. Не істеу керек? Қысқа әрі нақты түсіндірейін. Бірінші, өзіңізді бірінші орынға қойыңыз. Ешкімге емес, өзіңізге қамқор болыңыз. Екінші, эмоцияны емес, фактілерді бақылаңыз. Адам сөзімен емес, әрекетімен анық. Үшінші, шекара қойыңыз. Жақсы адам шекарадан өтпейді. Өткісі келетін адам шекараңызда болуға лайықты емес. Төртінші, өзіңізді кінәлауды тоқтатыңыз. Сізден суған адам сіздің адам емес. Сізден кететін адам басқа біреудің сынағы. Адам сізден суып кеткенде, бұл сіздің құныңыздың төмендеген емес. Бұл оның бағалай алатын деңгейі. Кейде Құдай адамды сіздің өміріңізден алып қояды. Себебі сіз оның тағдырына сыймайсыз. Сіз одан биіксіз. Сіз одан өзгесіз. Сіз одан мықтысыз. Есіңізде болсын. Дұрыс адам сізден күш емес, тыныштық алады. Сізді өзгертуге емес, қорғауға тырысады. Ең бастысы, өзіңізді жоғалтпаңыз. Сіздің жүрегіңіз сіз ойлағаннан да қымбат.